Революция kadar qayadır 500 жұрт болған ауылда. Шон халі халық мына нешегенде шундай мәчітні жимерге керек деген жимеріп қарап тұрға шонға дозволительдігі мәчітлерін бітірелерін дүрттігі ағаш мәчітлеріні. Аның бірсі, аларын отмайлар, бірсі 60-шы жылларға халі отыраларын тұра. Манарасын да кесмеші, айында чірмеші 60-шы жылларға халі тұра мәчітлер. Аларын енді қайсын библиотека, қайсын мәктәп етеп, тігілерін шу айтып туздырып ішләп бітірелер ол жылларыны. Райсоветқа әтнәге кирпич керек болады деп, әйдәгіз әне бір әскемәшін сүтәбіз деп, манарасын сүтәлер, гімбәзлерін сүтәлер, һәм стенасына келіп тілғашын, стена кирпичі цылы чықмай башлы, стена кирпичі. Көкейлер, көкей сарылары дейлері білен ішләнген, кирпич ватылар, растворы білмей. Шунасын тұқтайлар, ауылдан да бір әзірәк, нейрәк кіші тұқтағыз, мен сізге кирпич табырға болушам деп, болушып, қазаннан кирпич таштып, мұны тұқтаталар. Көп мәдір кирпичі райсовет сізге районға ташилар бұл мәдір нені уатып. 62 миллион деп, баштағы информация 62 миллион деп. Қазір енді Ристам Нұрғалиевич бір видео кеңешмесінде, іш мәшіттерге бұла, ол неге, қая нешесіз, ауыл жерінде шын қалы деп, шындай тіге ашуланып та, шындай мәрәжағат еткенде, шын қая дірістен де, ол зор сұмы, аңға дірістен де, жаңа баштан сей баштан да, шындай мәшітіне, іш мәшітсіп бұла, бұла тұрғандыр. 3 миллион 200 сум ақша берілді. 3 миллион 200 сумға біздің анда проект сметі документациясы ішленді. Шундан соң енді бек жемірік уатық жерлерінде әзірек кирпичлер білән жамалып қойылды. Штукатуркасын отбивать еттілерін, іштен де тұштан да штукатуркасын отбивать еттілер. Ол біздің мәшіт болғанда аппақ болып, мотор болып отырадыр. Қазір енді 7-8 жыл ауыл халқы да айтайынды. Қыт ішлемегешінен нек мұнын фасонын бұзып, нек стеналарын штукатуркасын бәріп чырдыларды. Хам аппақ болып, мотор болып тұрадыр. Қазір шындай қарабақ әліне қалды енді бұл ауыл ортасында. Таға бір 4-5 жыл отырса, мұның түбесі жеміріліп чіп, мұны бір кім өтен біздің ауылыбыз әлді 6 қожалықтан артық ауыл, қожалығыбыз моторғана яшап келе, мұна ауыл ортасында шындай бір неге әйленерге мүмкін бұл неден. Мәрәжағат еткен уақытты да, мәрәжағат етмейбіз түгіл етеміз. Нешіктір, біздің ауыл халқынағына, шының бітін Татарстанның шындай тарихи, шындай бина екенін, шының аңларға тілемейлер. Біздің ауылға, біздің ауылға халқынағына кереклі шекілі деп қалып өйтелер. Барға мәрәжағат еткен жерлері мен концерта концов шуай деп өлі башладым енді. Бұл ақшалар выделяться ете башласа, біз анда частным государственным партнерстве, біз өзіміздің ақшаны да вложить етіп кіртірге әзір. Просто қожалық 40-50 миллионға кеткешіне анасым, просто бүгінгі бұл экономик қалетті ана қалыны өзімізгіне тартып бітір алмайбыз. Европа елдеріне шығып қарасан да, қаяда шығып қарасан, мұнда 1000 ел елекі зданияларны мотор етіп реставрировать еткенлер бүгінгі заман тәлеплеріне туры кетір, бүгінде халыққа қызмет етті, жемір батмағандар бір ай бірінде. Бүгінде біз бұл елек, мәне бір сыңғы 30 жылдығына қарасақ, біздің жымға намазларымызда, Аллаға шүкір, ауылда бүгін 35-40 кіші намаз оқимыз. Біздің мәчітіміз бар, 93 жылда мәчітсіздік, 40 кіші жымға намазларында, 5 уақыт азан айтылып, 5 уақыт намаз оқыла ауылымызда. Міне мұндан 30 жылылық көз алдына кетіріп боладыр, ауылда жымға намазлары ешір да, болырлар, бабайлар да, ешлер де намазға келерлер деп болмай. Аллаға шүкір, дин тұрғызыла, ислам қайта. Келесі жылдар тағы бара-бара тағы да кетер, тағы да ол мәшітінде өз керек болыр. Ауылыбыздың яны нора болып тұрған айбір бекейін үлек. Аны бекейінді шыққанмы стационарында батып жеңдіріп меткенде, ол қағалмасыла әлде тұрған болыр ел. Болса бит күнгеліне битмей болайынды. Шул қадар мәчетіне тұрғызмасақ, бізге зор гүнах болуы мүмкін. Бұл бит Татарстанда ауылларда ең бірінші салынған таш мәчет. Ауыллар арасында. Мұны әйбәтлеп, реставрировать етіп, хис жоғы музей етерге бұла. Бұл мәчет біздің, әлхамдулиллах, әліге жейті біздің мақалләге. Чүнки ғайт намазында да сиябыз Аллахын білгеніне шүкір, жымға намазларында сиябыз да сиябыз енді.
Әмма де лекин шул кадәрле иске архитектура истәлеге дип әйтегенде хәзерге фән буенча әйтсәк. Без аны әгәр дә җимертәбез икән, Аллаһ Тәгалә каршысында да, һәм дә бәндәләр каршысында да без яхшы кешеләрдән булмыйбыз. Аны бер кеше дә кирәксенми ул мәчетне. Булган мәчеттә җирүче таман гына кешеләр инде. Хәзер бит алалар гына үлеп баралар. Яшьләр кызыксынмыйлар балам. Яшьләр бер вакытларны ничәнче еллар икәнен белмим инде. Балалар бик җиргәни укып. Хәзер җирмиләр. Шкатурит итү өчен тышкыякларын тегеп береп чукып аны бит нитмейчә тиз тартмыйча шкатурит итеп булмый. Шый алмадылар аны. Меңгә сүзегез күрәсез аны. Шый алмаганын күренеп тора ул. Бик зур мәчет ул, таш мәчет. Читебез бик мотор ямлы теге жаңасы. Ул мәчеттә анда дәргә бер кеше дә юк балам. Бик зур ул, 2 катлы ул. Искинде ул, аны ремонтларга бик күп кирәк. Салынган тарихтар анысы, аның мин ул тарихын белмим.